Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз ары қарай дәрісімізді жалғастырамыз. Қозғалыс механизмдерінің негізгі схемалар туралы айтқан болғанбыз өткенде. Ары қарай осыны жалғастырамыз. Яғни аспалы редукторлар және арбаның қозғалыс механизмдері туралы айтқан болатынбыз. Аспалы редукторы бар механизмдерді қолдану үлкен жүк көтергіші бар, яғни 20 тоннадан астам, арбалар үшін іс жүзінде мүмкін емес. Өйткені бұл жағдайда аспалы редукторның өлшемдерімен салмағы сәйкес келмейді және қолайсыз болады. Келесіде біздің 9-да 2 суреттеріміз, аспалы редукторы бар арбаның қозғалу механизмі көрсетілген. Көпірлі крандардың қозғалу механизмдері. А варианты, Б варианты, В, Г варианты. Баяу жүрісті, орташа жүрісті және жылдам жүрісті трансмиссиялық бөліктері бар. Ал Г бұл бөлік жетекті болып саналады. Көпірдің қозғалыс механизмдері жүк көтергіш крандарының негізгі тораптарының бірі болып табылады. Және олар орталық немесе бөлек жетектер арқылы орындалады. Яғни 9-да 3-ші суретті қайта көретін болсақ, байқайсыздар. Жетектің орталық орналасуында кранның қисаюын азайту мақсатында электр қозғалтқышы көпірдің ортаңғы бөлігіне орнатылады. Бұл жағдайда айналу моменті жетек доңғалақтарына беріліс бөлігі арқылы жеткізіледі. Мұндай схема конструктивтік жағынан қарапайым және синхрондылықты қамтамасыз етеді. Бірақ ұзын бөліктерді қолдану қосымша серпімділік пен бұралу деформацияларын тудыруы мүмкін. Бөлек жетекте әрбір жетекті жүріс доңғалағына немесе доңғалақтар тобына жеке электр қозғалтқышы орнатылады. Бұл жүйе жүктемені біркелкі таратуға және механизмнің икемділігін арттыруға мүмкіндік береді. Әсіресе үлкен аралықты және ауыр жүк көтергіш крандарда тиімді болып табылады. Жетектің орталық орналасуы бар қозғалыс механизмдері төмен жылдамдықты, орташа және жоғары жылдамдықты беріліс бөліктерімен орындалуы мүмкін. Таңдалатын схемаға келесі факторларға айтарлықтай әсер етеді. Яғни бұлар кранның жүк көтергіші, көпірдің аралығы, металл конструкциясының түрі мен қаттылығы, материалы, жұмыс режимі және қозғалыс жылдамдығы. Пайдалану жағдайлары, яғни өндірістік орта, температурасы, жүктеме сипаты, характеристикасы деген сияқты. Бөлік жетегі бар қозғалыс механизмі көпір крандарында кеңінен қолданылады. Бұл жағдайда, яғни біз Г суретін көргенбіз 9-да 3-тің Г суретінде бөлік жетегі бар қозғалыс механизм. Бұл жағдайда көпірдің әрбір жағында жеке жетек орналасады. Бұл тежеуші бар электр қозғалтқыштан және жетекті жүріс доңғалағымен байланысқан редуктордан тұрады. Мұндай жүйе әрбір тірек нүктесінде тәуелсіз қозғалысты қамтамасыз етеді. Электр қозғалтқыштары жүктеменің біркелкі бөлінбеуін ескере отырып есептеледі. Әдетте олардың әрқайсысы жалпы қажетті қуаттың шамамен 60%-на есептеледі. Бұл артық қуат қоры кран қозғалысы кезінде туындайтын динамикалық жүктемелерді іске қосу және тежеу режимдерін сенімді түрде
камтамасыз етүү үчүн кажет. Кошумча түрдө бөлек жетекти механизмдерде козгалткычтын синхрондуу жумушун камтамасыз этүү маңызды. Ол үчүн жийлик түрлөндүргүчтөрү колдонулат. Жылдамдыкты автоматтуу реттөө жүйөлөрү энгизилет. Ток менен айналуу жийлигин теңештирүү адистери пайдаланылат. Сонун катар, козголус механизмдеринин сенимдүү жумуш иштөө үчүн тежөө жүйөлөрү электромагниттик немесе электрлик тежөө, шектегич курылгылар жана апаттык токтотуу жүйөлөрү карастырылады. Азыркы заманкы крандарда диагностикалык жана бакылоо жүйөлөрү энгизилип, жетектин техникалык жагдайын үздүксүз бакылоого мүмкүндүк берет. Яғни, осулайша козголус механизминин дурус талдауы менен жобалануу кранның коопсуздугуна, узак мерзимдүүлүгүнө жана тийимдүү жумушуна тикелей әсер этет. Яғни, бул жанагы бөлек жетеги бар козголус механизми көпүр крандарында кеңинен колдонулат. Көпүрдүн ар бир жагында жеке жетек орналаскан. Ол жанагы тежөөчү бар, онун электр козгалткычтан жүрүш доңгалагы менен байланышкан редуктордон турат. Мындай жүйө ар бир, тирек нүктөсүндө тәуелсиз жанагы козголусту камтамасыз этет. Яғни, бул деп отурганыбыз ар бир жанагы тиреп турган нүктөсү унун жанагы накты техникалык коопсуздугун сактай алат дегенди билдирет. Азыркы болсо келесі сабакта биз осы дәрісімізді жалғастырамыз. Сау болыңыздар.